Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте керемет рецептпен бөліскім келіп тұр. Бұл пицца 5 минутта дайын болады. Ешқандай да пештің қажеті болмайды. Ресторандағы пиццадан кем түспейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, подписаться кнопкасын басып кетіңіз. Ең алдымен пиццаның қамырын жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз. 4 ас қасық қаймақ саламыз. Және де 4 ас қасық майонез салып шығамыз. Сөйтіп, жақсылап араластырамыз. Біркелкі қалыпқа енуі керек. Үстіне қопсытқыш 9 ас қасық ұн саламыз. Шым-шым тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Колбасаны өз қалауыңызша турасаңыздар болады. Қызанақты көк пиязды тураймыз. Ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Міндетті түрде табаны қыздырамыз. Май жағып шығамыз. Одан кейін табамызға қамырды саламыз. Көлеміне қарай саласыздар. Егер кішірек болса табаңыз, бөліп салуға болады. Қамырды табаның барлық жеріне жетуі керек. Қамыр міндетті түрде жұқа болуы керек. Ендігі кезекте кетчупты кисточканың көмегімен жағамыз. Үстіне қызанақты, шұжықты, соңына қарай ірімшік пен көкпиязды саламыз. Салмасын өзіңіздің қалауыңызға қарай салсаңыздар болады. Табаның бетін жауып, баяу отта пісіреміз 10-15 минутта. Ол сіздің отыңызға байланысты. Біздің тез дайын болатын пиццамыз дайын болды. Сіздермен болған ардақ. Егер видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыз.